Ассаламағалейкум, менің атым Жандос, бұл жақсы кино. Қазақ қашаннан бауырмал, көпшіл, туысқаншыл бұл тақырыпты қаузаған киношылар аз болған жоқ. 1982 жылғы Шәріп Бейсенбаевтың «Мен сіздің туысқаныңызбын» немесе 1983 жылғы Қожабек Шалдың хикаясын баяндайтын Серік Жармұхамедовтың «Өтелмеген парызы» немесе мұндағы Ақан Сатаевтың «Ағайынды» сериалы. Осы аталған фильмдер қазақ қоғамындағы туысқандықты, ұрпақтар сабақтастығындағы елеусіз бірақ маңызды қарым-қатынастарды шебер айшықтаған дүниелер. Енді осы тақырыпты Серік Апырымовтың бауыры толықтырғалы біраз болған, бірақ қарап отырсақ, авторлық фильмдерге тән жұмбақтық, жабықтық бұл фильмді де бақандай бір 5 жыл құрсаулаған екен. 2013 жылы түсірілген «Бауыр» фильмі шетелдік бірқатар фестивальдар тәнті қылып болып, шаршап, ақыры қалың көрерменге әлеуметтік желі арқылы тарай бастады. Тегін тарай бастады, таратқан автордың өзі. Фильм 1 сағат 35 минут, жанры драма, оқиғасы мынау. Әкеміз сапарға кетіп қалған. Ағам қалада оқуда. Сонау түкпірдегі бір ауылда анасынан жастай қалған 9 жасар еркін тұрып жатыр. Әкесі ұзақ сапарға кеткенміз, ал туған бауыры қалада оқуда. Еркін мектепке барады, одан тыс уақытта лайдан кірпіш құйып сатады. Қарызын бермей жүрген қажанның қылығы да, жалғыз қойын қолды қылған белгісіз ұрылардың озбырлығы да еркінің жігерін жасыталмайды. Оның бойындағы сарқылмайтын өмірге деген құштарлық және соның қайнар көзі қаладан әне-міне келгелі жатқан әлгі бауыры. Еркін сол үшін тағы да бір қойды қарыз қалды. Ағасы келген соң көрші қолаңды шақырып бір жақсылап тамақ бермек. Өйткені елден ұят. Енді адамдардан ұят болады ғой, олар не дейді? 9 жасар баланы алаңдатып жүрген нәрсе ел не дейді деген түсінік. Рас, енді қазақ бәрін ел үшін жасайды ғой. Бәрін емес, кей дүниені дейікші. Елден ұят деп енді қарызға батып той жасаймыз, ел күлмесін деп тыраштанамыз. Бұл енді ұяттың шектен шыққан түрі деп есептеймін. Ал еркіндік мұндай емес, оныкі қалыпты ұят. Бұл жақсы меніңше. Ел жұрттан ұят деген түсінік бұл біздің өмір салтымыздағы сүзгі іспетті. Мысалы, қара басының қамын іздеп баладан безген әке, өз болашағы жолында інісіне жан ашымайтын аға да сол ел не дейді дейтін түсініктен, сезімнен жұрдай жандар емес пе? Қарап отырсақ, қазір біздің қоғам сол еркіннің бойындағы мөлшерлі ұятпен алысып жүрген секілді. Қазір енді ұят түсінігінің өзі қоғамдағы ұятсыздардан, солардың қылықтарынан зардап шегіп жатқан жоқ па? Ұятсыз жақсы, ұятсыз заманауи, ұятсыз ел алдында, ұятсыздың жұлдызы жарық, ұятсыз ұлттық арнада да, ұлтсыз арнада да жүр. Емін-еркін әне бір ұятсыз барлық ток-шоуда жүреді. Мына бір ұятсыз салтанатты кештердің есігін, ол үшін есігі ашық. Оның сөзі өтімді. Өйткені ол хайп жасайды, сөйтіп Инстаграмда подписчик жинайды. Ал сен кімсің? Сен ұятменсің, сенде подписчик аз, сен ешкім тыңдамайды, саған ешкім қызықпайды. Енді бақытымызға орай еркін де ондай таза, таяз түсініктерден ада, ол әзірге хайптан еркін, жамандықтан еркін. Фильмдегі мектеп директоры, Дышы ағай, Ағылшын апай, несиеге ақша беретін соқыр шалдың бәрі бұл біз күнделікті өмірде көріп жүрген қарапайым жандар. Бірақ бұлар жаңағы бойында кішкентай ғана ұяты бар еркіннің қасында соншалықты безбүйрек, бейғам көрінетініне бір қайран қаласың. Не екенін білесіз бе? Өйткені еркін кейіпкер ретінде мифтік образға айналып үлгерген секілді. Бұрын болған, бірақ қазір өмірде болуы мүмкін емес адам секілді. Міне сондықтан да ол озбыр, безбүйрек, эгоист ауыл тұрғындарының фонында тым асқақ әрі тым қайраткер. Апырымов қазақта бар немесе болған тазалықпен, кешірімшілдік, төзімділікпен, қамқорлығы 9 жасар еркіннің бойына үйіп төгіп бере салыпты. Бұның астарынан мына нәрсені байқауға болатын шығар. Әлгі аталған адами қасиеттер қазір еркін секілді қортық, еркін секілді жетім, еркін секілді керексіз. Ол сондай әлсіз және дәрменсіз. Апырымовтың пайымынша адамзатты өзге жаратылыстардан ерекше ететін тазалық, бауырмалдық сезімдердің өзі дәл қазір еркін секілді, мына фильмде кейіпкер секілді қамқорлыққа мұқтаж. Сондай-ақ Апырымовтың еркіні бір қарағанда Франсуа Трюффоның Антуанына да ұқсайды. Бірақ Антуан енді үлкендердің қылығына шыдай алмай үйден қашып кеткен жоқ па? Ал біздің еркін бұл үйден қашпайды, керісінше үлкендер үйден безіп кетті. Енді 9 жасар еркіннің қылығы тағы бір қазақы психологияның көрінісі іспетті. Себебі ол үйдің кенжесі ғой. Ал үйдің кенжесі қашанда үйдің қожайыны. Мейлі ол көзге шыққан сүйелде сүйкімсіз болуы мүмкін, мейлі кедейдің күнін кешкен бейшара болуы мүмкін, ол бірақ қара шаңырақтың отын түтетіп, шаңырағын құлатпайтын қайсар бала. Кейде бізге біраз дүниені осы баладан үйрену керек болып қалатын секілді. Неге десеңіз, бала ол біздің әуел бастағы нұсқамыз ғой. Ол біздің таза, мінсіз, күнәсіз өмірге құштар бір күшті кезіміз. Кейде сол сәттерге қайта оралғым келеді. Фильмнің авторы көрерменге әне бір таза
тұсыңды есіңе ал деп айтқысы келген секілді. Фильмнің соңындағы Шәмшінің Сыған серенадасының не үшін қолданылғанын мен түсінбедім, бірақ әдемілікте болды енді. Өйткені бар ғой, жалпы бізге қазақ киносына музыканы аспаннан іздеудің қажеті жоқ секілді. Себебі біздің Шәмші болсын, тағы басқа біздің классиктеріміздің музыкасы бұл киноға беріксіз керемет туындылар. Ал енді кемшілік туралы айтатын болсақ, меніңше фильмде кемшіліктер, кез келген фильмде болады ғой кемшілік. Кейбір сюжеттік бұрылыстарда бір икемге келмеген тұстарын былай күштеп бұрып жіберген деген секілді бір моменттер болуы мүмкін, бірақ та мен кемшілік айтуға шын айтқан кезде хақым жоқ секілді, себебі мен өзім ештеңе білдірген жоқпын. Өзің ештеңе білдірмей тұрып өзгеге ақыл айту, бұл да бұл елден ұят нәрсе деп санаймын. Жалпы Бауыр фильмі көруге тұрарлық. Бірақ енді бұл жерде бір нәрсені айта кету керек. Бұл кинотеатрдағы попкорн фильмдер көріп жүрген көрермендердің талғамынан шыға бермейтін фильм, өйткені бұл жерде бір сыдырғы оқиға, бірақ ұдайы сені бір адами сауалдармен құрсаулап отыратын, көкеңді әттеген айлардың бір ізін, отын тұтатып отыратын сондай бір фильм. Ендеше жақсы кино көріңіздер.